Менің Түркиядан келген әйелім. Мен осы жағдайға тап боламын деп үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Әйелім құрбысымен Түркияға демалуға кеткенде, есікті бір жүзі таныс сүйкімді келіншек қақты. Есікті ашып едім, амандық саулық жоқ, бірден самбылдай сөйлеп кетті. Бір жерде көрген сияқтымын деп шырамыттым, бірақ есіме түсіре алмадым. Төртінші қабатқа көтерілемін дегенше ентігіп қалыпты. Мені көре салып: «Әрең таптым-ау сені. Көп сөз созбай тоқетерін айтайын. Көзің бақырайып, мені есіңе түсіре алмай тұрғаның сезіп тұрмын. Осыдан 3 жыл бұрын тауға демалуға барғанды есіңе түсір. Сол кездегі қызыл көйлекті қыз мен едім. 4 жігіт, 4 қыз демалып едік. Сол түні 4 палатка құрып, жұптасып түнді өткіздік. Шынын айтсам, сақтанып едім. Болмады. Сол палаткада түнеп шыққаның нәтижесінде сенің 2 жасар қызың бар. Саған айтпайтын едім, бірақ мен тұрмысқа шығып жатырмын. Қызың етегіме оралып, өміріме кедергі болған қаламаймын. Саған әкеліп тастаймын. Осы уақытқа дейін мен бақтым, енді сенің міндетің, деп тұр. Өз құлағым өзіме сенбей, аузыма сөз түспей есеңгіреп қалдым. Тауға демалысқа барған сол түнді есіме түсіре бастадым. Достарымен жеңіл жүрісті қыздар жалдап едік. Ішкілік көп болды. Өте көп. Қызыл көйлегің өзіңе жарасып қалыпты. Етегі тым қысқа болса да деп, осы қызға көзім түсіп еді. Бір сәттік ләззаттың өміріме өшпес із қалдыратынын мен сол кезде біліппін бе? Қызың көлікте отыр. Өзің түсіп қарсы ал. Сені сыртта күтемін. Күттіріп қойма. Әйтпесе қызыңды аулаға тастап кете беремін. Жауапты өзіңсің. Міне, бейнекамераға да түсіріп алдым. Сен оның әкесі боласың. Бағып қағуға міндеттісің. Осы кезге дейін ауыртпалығын мен көтердім. Ары қарай енді сенің міндетің. Қызыңның есімі Раяна деген келіншек қайта баспалдақтардан төмен түсіп барады. Бірдеңе деп айтуға үлгермедім. Таңдандым ба, қорықтым ба білмеймін. Ішкі әлемім әлем тапырақ болып, аяғыма сүйретпені іле салып, мен де төмен түстім. Менің сыртқа шыққанымды көріп, көлік оталып кете барды. Ішінде бір еркек пен әлгі келіншек. Ал подъездің алдында қуыршақтай сүйкімді қыз тұр. Үлкен көздерін жыпылықтатып, маған қарап қалыпты. Ұқсамасаң тумағыр-ай. Кішкентай болса да, бұл қыз менің анама ұқсапты. Анамның шаштары осылай бұйраланған көмірдей қара. Еш күмәнсіз, сәбиді өзімнің перзентім екеніне сендім. Өйткені бір көргенде-ақ жүрегім шым ете қалды. Жүрек алдамайды, түйсік алдамайды. Қош келдің балапаным деп қызды көтеріп үйге кірдім. Ары қарай не істерімді білмедім. Әйелім құрбысымен Түркияда демалып жатыр. Ол келсе қызды көріп, қандай күйде болады екен? Қуана ма, әлде сойқан шығарып қанымды іше ме, қызымды өгейсітіп қорлай ма? Ойлана беріп, басым қатып кетті. Анама хабарласып, тез жетуін өтіндім. Тыныштық па дегендей, ауылдан алқынып сол күні кешке анам да жетіп келді. Ол келгенше дүкеннен қызыма тәттілер әперіп, тамақтандырып, ұйықтатып тастадым. Диванда ұйықтап жатқан кішкентай қызды көрген анам: «Құдай түрінен сол қуыршақтай болған, Құдай жеткізді деген осы ғой. Қайдан, қалай болса да міне перзентті болдыңдар. Неше жыл балалы бола алмай, келін екеуің үміттеріңді үзбей келіп едіңдер. Міне, енді форчкіден бергендей топ ете қалыпты. Құдайдың бергені ғой бұл», деп еміреніп алды. Сосын: «Келінге өзім түсіндіремін. Уайымдама, ақымақ емес қой, түсінеді. Алдымен келсін. Ал немеремді әзірге мен алып кетемін. Әйтпесе үйге келгенде ол есеңгіреп, есін жоғалтып қоймасын. Өзім байыппен түсіндіремін жағдайды. Ештеңен уайымдама. Бұл бақыт, біле білсең. Міне, енді ұрпақсыз өтпейсің», деген анам шын қуанды. Әйелім жадырамен отасқанымызға 10 жыл болса да, арамызда перзент жоқ. Қайнымның ұлын асырап алған едік. Ол қазір 6 жаста. Біз қарапайым отбасымыз. Жұрт қатарлы несие арқылы баспана алып, таңнан кешке дейін жұмыс істеп сабылып жүрген жандарымыз. Асырап алған ұлымыз есіктің алдындағы мектепке барады. Біз болашағымызды осы ұлмен байланыстырып қойғанмен, екеуміздің де ішімізде бір әттеген айымыздың бары рас тұғын. Өз қаныңнан жаралған ұрпағыңның орны бөлек емес пе?
денсаулығымызда ақау бар болар деп дәрігерлерге көрінсек, бізде бәрі дұрыс. Ол ана, мен әке болуға денсаулық жарайды. Сондықтан да екеуміз де үмітімізді үзбей келе жатқан жайымыз бар еді. Ал көктен түскендей Раяна қызымның пайда бола қалғанына мен қуандым. Жадыра қалай қабылдайды екен? Ол шетелге демалуға кеткен. Биыл қалған жұмысынан алған демалысты Түркияда өткізгісі келіп еді. Бірақ менің жұмыс уақытыма сәйкес келмегендіктен ол құрбысымен кеткен. Мен бара алмадым. Өйткені менде жұмыс көп, демалыс ала алмаймын. Екіншіден, мен бұл шетелдік саяхаттарды онша ұнатпаймын. Елімізде де теңіз бар. Неге сонда барғансқа? Бірақ құрбыс екеуі алдын ала жоспарлап қойған екен. Ұлымыз жалғасты да алып кеткен болатын. Олардың өздерін жібермес бұрын ұзақ ойланғаным өтірік емес. Жарайды, дедім өзімді сендіргім келіп. Жадыра аздап тынығып қайтсын, жалғаста теңіз жағасында асыр салып, таза ауаға кеудесін кере демалсын, шипалы ғой деп ойлап едім. Олар 3 аптаға жолға шықты. Алғашқы 2 аптасын жағажайда өткізіп, күннің алтын шуағына шомылды. Ал қалған уақытында Стамбул мен Анталияны аралап, таңғажайып қалалардың сән салтанатын тамашалады. Маған үзбей хабарын беріп тұрды. Олар үшін аса бір қатты уайымдай қоймадым. Жадыра сенімді құрбысымен бірге жүрген соң, бірін-бірі бақалап, сақ болатына сенімдедім. Бірақ мен қатты қателесіппін. Олар шетелде айға жуық уақыт өткізді. Жадыра маған жиі қоңырау шалып, барлығы керемет, теңіз керемет, жалғас мәз-мейрам, күліп ойнап жүр, табиғи дәрумендер алып жүрміз дейтін. Осы орайда мен де үйдегі жаңалықты айта жаздап, тілімді тістейтінмін. Алыста жүрген ол қалай қабылдайды екен? Жақсысы үйге келген соң айтармын деп, әрең шыдап жүрдім. Мен сенгіш, әрі бақытты жан ретінде көңілімді күптетпедім. Жақсы демалсын, рахаттансын, өздері үшін ұмытылмас сәттерге ие болсын деп тіледім. Алайда Жадыра оралған күні көңілімде бір беймәлім қоңырау сыңғырлап, күдік толқыны жүрегіме жайыла бастады. Мен күткен күнге күйіп, жайнап, жадырап келетін Жадыра жоқ. Қарсы алдымда әлде бір ауыр ойдан, иығы шөккен, шаршаңқы, жанары солғын, көзін менен алып қашқан бөтен біреу тұрғандай болды. Мүмкін ауырып қалды ма? Шақта стресс алды ма деп өзімді жұбатқым келді. Үйге кірген соң қауышуымызды шараппен атап өтуді сұндым. Оның үстіне өз жағдайымды да айту керек. Ол үшін батылдық керек. Сағындым сені, дедім оған күлімсіреп. Бірақ Жадыра тосыннан, ой басым ауырып тұр, ішкім келмейді. Бүгін ертерек ұйықтайыншы, шаршап тұрмын, деп көзіме тура қараудан қашқақтады. Көңілімде бір мазасыз ұшқын тұтанды. Бірақ мен асығыстық танытпадым. Сұрақтарға жауап табуға асықпай, тек бақылаумен болдым. Келесі күні де ол менен бойын аулақ салып жүрді. Ұлын құшақтап, онымен сөйлесіп, бетіне мейірлене қарайды. Ал маған келгенде әлде бір жасырын қорқыныш, тіпті кінә сезімі көзінен көрініп тұрғандай болды. Көзіме тура қарауға батылы жетпей, бүгежектеп, бөлмеден бөлмеге ары бері жүре береді. Менімен бетпе-бет келуден қашқақтап бағуда. Жаны жай таппай, әлденеге алаңдаулы кейпі байқалуда. Менің ішімде бір мазасыз сезім бас көтерді. Бірдеңе дұрыс емес. Бұл ой санамды шырмап, жанымды жегідей жей бастады. Мен онымен отырып сөйлескім келеді. Қызым туралы айтқым келеді. Ол болса, менен қашқақтай береді. Неге? Түнде құшағымнан қашып, ұлдың бөлмесіне жатып алды. Бұл жағдайын климаттың өзгеру әсер еткенін айтып ақталды. Бірақ мен оны 10 жылдан бері білемін ғой. Оның даусының дірілі, көзіндегі бір түрлі мұң мен маған деген жасанды бейқамдығы, бәрі жасырған шындығының қашудың белгісі еді. Қызым туралы айтсам, қалай қабылдайды екен деген қорқынышым жайына қалып, әйелімді уайымдай бастадым. Мен алда оңай емес. Ішкі түйсігім дабыл қаға бастады. Анам да қайта-қайта хабарласып, жағдайды сұрап жатыр. Мен әзірге Жадыраның ештеңе білмейтінін, қызым туралы әлі айтпағанымды жеткізіп тұрдым. Ол уақытты созбай тездетуімді бұйыруда. 2-ші күніміз осылай өтті. Ал 3-ші күні жалғас телефоннан бір көлікті көрсетіп, Омер ағаның машинасына ұқсайды екен. Оның күшті машинасы бар. Бізді қыдыртты деді. Не дедің? Омер аға дейсің бе? Ол кім, дедім елеңдеп. Бұл кезде Жадыра таңғы шайға сүт пен нан алу үшін дүкенге шығып кетіп еді.
Сіз ешкімге айтып қоймайсыз ба? Түнде мама маған қатты ескертті. Омер аға туралы ешкімге айтпауымды. Айтпаймын сізге, деді. Жүрегім зырқ ете қалды. Маған осының өзі жеткілікті еді. Ары қарай жалғастан ештеңе сұрамадым. Қаным басыма шауып, орнымнан тұрып кеттім. Терезе алдына бардым. Әйелім дүкеннен келе жатыр екен. Екі иығы салбырап, жүзін төмен салып, ойға шомып кеткен. Тәні осы жақта болғанмен жаны ұшып кеткендей күйде. Басымызға қандай күн түссе де, әрқашан жарқырап, жадырап жүретін әйелім неге сонша қатты өзгеріп кеткенін енді түсінгендей болдым. Жамандыққа қия алмай тұрмын сонда да. Жоқ, менің келіншегім ондай тірлікке бармайды. Мен білетін жадырам, опасыздық жасамас. Басқа мәселе болуы мүмкін деп, өзімді алдамшы үмітпен жұбатудамын. Сонда да әп-сәтте үй ішінде бәрі өзгеріп кеткендей болды. Үйде бәрі орнында, бәрі сондай таныс, сондай жылы. Бірақ енді бұл жылылықты алдамшы рең бояп тастағандай, есікте ілулі тұрған әйелімнің орамалына көзім түсті. Иісі таныс, бірақ бұрынғыдай емес. Енді ол иісте бөтеннің табы бардай сезілді. Қанша тістенсем де, жүрегім шаншып кеудеме симай тулап жатыр. Көзімді жұмдым. Көз алдыма сол сәт, әлде бір бұлыңғыр көлеңке секілді елес пайда болды. Бөтен еркектің құшағы, әйелімнің әлсіз жымиысы, шәудіреген жанары. Орындыққа қайта сылқ түсіп етіп отыра кеттім. Іштей неге деген сұрақ жанымды кеміріп барады. Бірақ жауап жоқ. Тек жүректің өксігі ғана үнсіздің ішінде аласұра берді. Әйелімнің жанарындағы мұңды, күлкісінің сұйылғанын, жанарындағы әлде бір жаттықты сезгенмен, дәл осы жағдайға барады деп еш ойламадым. Дүкеннен кіріп келген оған оқты жанарымды қададым. Ол тағы да көзін тайдырды. Мен бүгін жұмыстан сұрандым. Баланы тамақтандырып, мектепке жіберген соң екеуміз сөйлесуіміз керек. Үйде бол, ешқайда кетіп қалма, дедім де сыртқа шығып кеттім. Сыртқа шығып, қалшылдаған денемен өрт болған ашуымды басып алуым керек. Әйтпесе, мен үшін тым қорқынышты әңгіме өрбіп, өзімді ұстай алмай, әйелімді жазым етіп қоярмын деп ойладым. Және ең ауыры, мен оны сұрақтың астына алып, ақиқатты білгім келгенімен, жүрегім шындықтың қаншалықты ащы екеніне төтеп бере алмасын сездім. Аулаға шыққан мен, есік алдында ескен самалда, көшедегі арлы-берлі зулап өткен көліктерде жанымды ауыртқан ойларды жеңілдете алмады. Ішке кіріп, шындықпен бетпе-бет келуге бата алмай, сыртта ұзақ жүріп алдым. Сол маңдағы дәмханалардың біріне кіріп, ащы судан сілтеп алғым келді. Сол-ақ екен, қызым ойыма оралды. Мен енді жалғыз емеспін. Әйелім қандай шешім қабылдаса да, мен жалғыз қалмаймын. Қызымның өміріне жауаптымын. Эмоцияға берілмеуім керек. Саналы түрде салқын қанды қабылдауым керек. Не нәрсе болса да, деп өзімді әрең сабырға шақырдым. Үйге келсем, кеседегі суыған шайынан көз алмай, ойға батып дастархан басында жадыра әлі отыр екен. Жалғас мектепке кеткен. Әйелімнің қарсы алдына отырдым. Мен бәрін білемін. Жалғастан шет жағасын естіттім. Енді өз аузынан естігім келеді, дедім. Сол кезде орнынан қарғып тұрған жадыра менің алдыма тізерлей отыра кетті де, дірілдеген үнмен: Мен білмей қалдым. Қалай болғанды түсінбеймін, деді. Жүзін көз жасы жуып кетті. Сол бір тамшылар оның жан дүниесіне өкініштің белгісіндей еді. Мен үнсізбін. Жанарымда мұз. Жадыра маған бейтаныс жан сияқты көрінді. Жылдар бойы жанымда жүрген, әр қылығын жатқа білетін әйелім мүлдем жатқа айналып кеткендей. Кешір мені. Қалай ғана мұндай нәрсеге жол бергенімді өзінде білмей қалдым. Шайтан азғырамын десе, әп-сәтте екен. Мен мұны саналы түрде өзім қалап жасаған жоқпын. Білмеймін неге осылай болғанын. Шалыс бастым, деген жадыра шарасыз халде еді. Ол теңіз дауылына тап болған қайықтай әр сөзін әлсіз ескектей қалт-құлт еткізіп әрең айтып отырды. Бұл сөздерді есту маған оңай болмады. Оның сөздері жаңғырық сияқты құлағымда қайта-қайта қайталана берді. Тынысым тарылды. Қан тамырларыма қарай шапшыған ашу, жүрегімді тіліп өткен сенімнің сынығы бәрі бір сәтте келіп, жанымды астан кестең етті. Сонша жыл отасқан, өмірдің ащысы мен тұщысын бір көңгеріп келе жатқан жан жарымның айтқан сөздерінің ауыртпалығы соншалықты тұла бойымнан әл дәрмен кетіп қалды.
Бір сәтке айналадағы барлық дыбыс өшіп қалғандай болды. Тек әлде бір соқыр, меңіреу үнсіздік жайлады әлемімді. Құлағым шыңылдады, жанарым тұманданып кетті. Бүкіл өмірім сынып, мозаикадай шашылып түскендей. Үйім, отбасым, сүйікті жарым, бәрі енді бұрынғыдай болмаса анық өзгереді. Жүрегімнің тұсына әлдекім жұдырықпен ұрғандай болды. Демала алмай, кеудемді бір ауыр тас басып қалғандай күйге кештім. Бірдеңе дейін десем, тілімді таңдайыма қоса тігіп тастағандай сөйлей алатын емеспін. Ең не болады? Сен ол жақтан көңілдес тауып алдың. Ары қарай не істемексің? Деген сөзді әрең айттым. Мұндайда басқа еркек болғанда әйелін итше тепкілеп, боқтап бұралақтап, жетатасын түгендейтін еді. Ал мен өзімді өте салқын қанды ұстадым. Сол кезде қалайша сабырлық танытқаныма әлі күнге дейін таңмын. Кешірші, ары қарай ештеңе болмайды. Егер кешіре алсаң, өмір бойы тек сенің ғана көзіңе қарап өтуге дайынмын. Сенімен ажырасқым келмейді. Егер кешіре алсаң, ал кешіре алмасаң, жалғасталып қазір-ақ үйден шығып кетуге дайынмын. Бірақ мен оған қайта бармаймын. Мен алдандым. Шайтан түртті мені. Қандай жағдай болса да, мен оған қайтып бармаймын. Мен ақымақ, оның әдемі көлігіне қызығып, ақымақ басым-ай, саған өтірік айтсам да болатын еді, бірақ айта алмадым. Шындығым осы, деген жадыра жылай берді. Бұл жас тек өкініштің ғана емес, өз қателігін мойындаған, бірақ қайтып түзете алмайтын сезінген жанның көз жасы еді. Ол кешірім сұрағанмен, болған істі өткенді өзгерте алмасы анық. Менің де жүрегім үнсіз жылады. Ауылға анамның үйіне барып қызымды әкелемін. Менің 2 жасар қызым бар. Қалай, қашан пайда болған сен сұрама, дедім бір кезде. Аузыма басқа сөз түспеді. Осы сәтте дәл сол кездегі халінен ауытқып, эгоистігім басым болып кетсе керек. Әлде әйелінің қазіргі мүшкіл халын пайдаланып, өзімнің бүлігімді қабылдатып алайын дедім бе? Білмеймін. Қызым туралы лақ етіп айта салдым. Жадыра маған жалт қарады. Соңынан көзін тайдырып, қайта жүзін төмен салды. Біраз ойланып отырып қалды да, оның шешесі қайда? Деді бар жоғы. Қызымның шешесі басқа күйеуге тиіп жатыр. Қызымды өзіме тапсырып кетті. Енді ол менімен бірге тұрады, дедім. Тағы да үнсіздік. Бір күрсініп алған жадыра, сенің қызың екеніне сенімдісің бе? Деді басын көтеріп. Иә, анамнан аумай қалған. Онда әкел қызыңды, жалғасқа қарындас болады, деген жадыра өз күнәсін осылай жуғысы келген секілді. Мен әйелім екеуміздің ары қарайғы қатынасымыз жайлы ойлана алмадым. Есіл дертім қызымды әкелу еді. Арамыздағы әңгіме осымен тоқтады. Жадыра орнынан тұрып бара жатып, мен қыздың кереуетін дайындайын онда, деді. Дәл сол сәттегі алабұртқан сезімдерімді қалай жеткізерімді білмеймін. Бір жағынан әйелімнің сатқындығы, бір жағынан өзімнің туған қызыммен қауышуым. Қызымды әйелім жақсы қарсы алды. Бауырына басып, бетінен сүйіп, дүкеннен әкелген жаңа көйлекті кигізіп қойды. Алғашқыда біраз тосырқап жүрген Раяна бірер күннен соң былдырлап, әлденелерді айтып, бойы үйрене бастады. Жалғаста қуанып жүр. Ойыншықтарын алдына үйіп төгіп қояды. Мектепке берген ақшасын құртпай, қарындасыма деп балмұздақ әкелетін болыпты. Мен сырттай бақылап отырамын. Әйелім жаны қалмай, өз перзентіндей қабылдап, қызымның асты үстіне түсіп, бәйек болуда. Тілі енді шығып келе жатқан оған өзін мама деп айтқызып үйретіп жүр. Түнде өзінің қасына алып жатады. Күндіз аулаға шығарып ойнатады. Мен үнсіз жұмысыма барып келіп жүре бердім. Үйдегі ахуал тыныш, тіршілік бір қалыпты жүріп жатты. Былай қарасам, 4 құбылам түгел. Бірақ ішімде бір ащы күйік тыныштық бермейтін. Үйімнің бір қабырғасы опырылып түскендей, жан дүнием азынайтында тұратын, жанымды жылтып тұратын, ішімдегі ең қымбат бір зат үзіліп түскендей, көңілімде жетімсіреп қалған еді. Шай құйып берген әйелімнің қолына қарап отырып, осы әдемі қолы бөтен еркектің денесін сипадау деген ой өздігінен шылт ете қалатын. Шайға түйіліп, орнынан тұрып кетемін ондайда. Жадыра қасымда жүргенімен мен оны жоғалтып алғандай сезінетінмін. Күнде кешке бірге отырып тамақтанамыз, бір төсекте жатамыз. Бірақ екеуміздің арамызда көзге көрінбейтін суық әрі мұздай бір шекара қаланған еді. Ол Түркиядан оралғалы құшағыма ала алмай-ақ қойдым. Жаныма жоласа, тас мүсіндей қатамында қаламын. Аяқ-қолым жансызданып, ешбір әрекет жасай алмаймын. Біраз әуреленіп, кейіннен ол да теріс қарап жатып алады.
Мен болсам қараңғылыққа қадалып, жанарыммен төбені тесіп жатамын. Ішімдегі ащы дауыстар бір-бірімен айқайласып таңға дейін ұйқы бермейтін. Сенім нәзік әйнек сияқты. Сынған жағдайда оны қанша жамасаң да, бөлшектері бәрібір жүрегіңді тілгілейді екен. Жараланған жүрегімді іштей өзім емдеп, балаларым алданып, уақыт өтіп жатты. Болашағымыз қалай болатыны белгісіз. Тек сол күнмен ғана өмір сүріп жаттым. Бір жұбанатыным, жадыра Раяна қызымды өз перзентіндей қабылдап, жақсы қарап жүр. Есіктің алдында балабақшаға орнатып, анау-мынау құжаттарына өзі шапқылап, емханаға тіркеп қойды. Кешке жұмысынан ерте шығып, балабақшадан өзі алады. Қызымның көңіліне қатты қарап, бар жағдайын жасап жүргендіктен, артық бірдеңе деуге менің де тілім қысқа болды. Раяна қызым менен гөрі Жадыраны жақсы көреді. Бір жаққа кетсе, ізінен еріп жылайды, іздейді, сағынады. Өз анасын бұлай іздемегеніне таңмын. Жадыраның осы адамгершілігін көріп, бәлкім мен қатты кетіп жатқан болуым керек. Мен де періште емеспін ғой деп ойлап, қатқан көңілімді жібіте бастадым. Ажырасу жайында да ойланып көрдім. Бірақ ажырасу сол сәтте ешкімге де тиімдемес еді. Өміріме өз қанымнан жаралған перзентім пайда болып, отбасым енді толғама дегенде шаңырағымды бұзып, жан-жаққа бытыратып, берекемді қашырғым келмеді. Екі баланың жағдайын ойладым. Жадыра кетсе қызымды өзім дұрыстап қарай алмаймын. Анам бірде ауру, бірде сау. Өз басын әрең алып жүр. Жалғаста мені туған әкесінде көреді. Ажырасуымыз оған да үлкен соққы болатын анық. Өзімшілдікке салынып, балаларымның болашағын құртқым келмеді. Өз өсіммен күресіп жүріп байқамаппын. Әйелім де күннен күнге азып тозып барады. Ойға батқан кездері көп. Күннен күнге жүнжіп, жоқ болып барады. Балалармен сөйлесіп бірге ойнаған болады. Бірақ күрсінісі көп. Ар алдында қинал жүрген болар деп топшыладым. Менше, маған оңай болып жатыр ма? Тұнығын лайлап келген сатқын жарыңмен бір шаңырақ астында ары қарай бірге өмір сүру қандай қасірет екенін басынан өткізген еркектер ғана түсінсе керек. Мен көп ойландым. Отбасымның бүтіндігі мен балаларым үшін өзімнің намысымды құрбан етуге бел будым. Сол күні мен жұмыстан қайтарда дүкеннен әйелім жақсы көретін тортты сатып алдым. Бүгін онымен ашылып сөйлескім келді. Әдеттегідей томаға тұйық емес, естен қабағымды ашып, күлімсіреп аттадым табалдырығымды. Дастарханға оны-мұны қойып жүріп, Жадыра маған жаутаң-жаутаң етіп қарап қояды. Мен байқамағансып отырдым. Әйелінде сезгендей, мен сүйіп жейтін асты әзірлепті. Кешкі астың уақыты көңілді өтті. Жалғас пен Раянаның қызықтарын айтып, осы сенбіде оларды ойын-сауық орталығына апаратын болып келісіп, арқа-жарқа отырыстық. Ал түнде балалар ұйықтаған соң мен оны сағынғанымды жеткізгім келді. Бірақ оны енді құшақтай бергенде ішін ұстаған күйі орнынан тұрып жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Артынша лық еткізіп құсқан даусынан естідім. Менің зәрем қалмады. Әлгінде әкелген торт мерзімінен өтіп кетті ме екен? Асқазанына жақпай қалған болуы керек. Балалар тыныш па? Олардың шауып жатқан жоқ па? Деген жаман ойларды ойлап үлгердім. Жуынатын бөлмеден шыққан Жадыра диваннан алыстау тұрған орындыққа келіп отырды да, мен жүктімін деді жай ғана. Дәл қазір не айтатыныңды да біліп отырмын. Саған білдірмей баланы алдырып тастасам да болатын еді. Бірақ қолымнан келмеді. Неше рет емхананың алдынан қайттым. Мен жүкті болуды неше жыл армандадым. Күттім, соншама жыл тілеп. Енді Құдайдың өзі беріп жатқанда баламды өз қолмен өлтіргім келмейді. Мен оған өмір сыйлағым келеді, деп отыр. Көз алдымда бөлмемден найзағайдай жарқ-жұрқ етіп, бүкіл денемді тірідей күйдіріп жүргендей болды. Кімнен жүкті болған белгілі. Сондықтан да бірден баланы алдырасың дедім. Сен мен түсіндей беріп еді, мен нені түсінуім керек? Айтшы нені? Деп орнынан тұрып, әйелімнің қасына қалай барып қалғанымды білмеймін. Жұдырығым жұмылып барып, әрең дегенде кері шегіндім. Ұрып жібере жаздадым. Сол уақытқа дейін келіншегімнің маңдайынан шерткен емеспін. Өзіңді әрең бастым. Бұл бала менің балам, ал мен сенің әйеліңмін, деді ол дірілдеп. Сен менің әйелімсің бе? Ызалана күліп жібердім. Сен менің әйелім болсаң, мені жерге қаратып, біреудің ұрпағын көтеріп жүрер ме едің? Арсыз неме? Ол екі қолымен бетін жауып отырып, мен сені ешқашан алдаған жоқпын. Қанша жыл бала сүйе алмай, бірге жылап бірге қиналдық, бірге армандадық. Бұл екеуміздің баламыз болады. Бөтен,
Қаным болмаса ол маған бөтен, дедім дір-дір етіп. Бірақ ол менің қаным, менің жүрегім, мен қаншама уақыт Құдайдан тіледім, деген Жадыра айқайлап жіберді. Үйдің іші тып-тыныш бола қалды. Екеуміз де ауыр тыныстап, бір-бірімізге қадала қарап қалыппыз. Егер менің шешімім ұнамаса, ажырасайық, деген Жадыра көзіме тік қарады. Жайбарақат айтып отырғанына қарағанда, бұл жағдайға іштей дайындалып қойған-ау. Мен онсыз да сені кешіріп едім ғой, кешіріп едім. Ал бұл баланы алдырмайтын болсаң, онда екеуміздің жолымыз екі бөлек, дедім. Шын мәнінде дәл қазір Жадыраға құрсағындағы баладан басқа ештеңе де керек емес екенін ұқтым. Қаншама жылға созылған арманы, жүрегінің тұңғиығынан шыққан сағынышы ғой бұл. Неше жыл бойы бала сүюді аңсап, дәрігер жағалап, үміт үзілер шақта Алланың өзі сыйлаған бала емес пе еді бұл? Ал мен соншалықты тас жүрек емес едім. Бірақ намыс деген жүрегімді суытып, көзімді байлап тастағандай. Мен бұл баланы қалайда дүниеге әкелемін, деген Жадыра бедірейіп отырып алды. Екеуміздің даусымыздан Раяна оянып кетсе керек. Арғы бөлмеден мамау деп шақырған үн естілді. Оянып кеттің бе? Тәтті менің қуыршағым, деген Жадыра оның алдына барып, қызы көтеріп алып, қайта ұйықтата бастады. Мен де ізінен бардым. Мынау көрініске шыдап қарап тұра алмадым. Көзіме жас үйіріліп, теріс айналып кеттім. Таңдауы жоқ жол айрығына тастап қойған тағдырыма не айта аламын, не істеуге болады? Жадыра сол түні қызы құшақтап, басқа бөлмеде ұйықтады. Екеуміздің ары қарайғы әңгімеміз өрбеген жоқ. Таң атар атпас мен үйден шығып кеттім. Жұмысыма жол алдым. Жұмыста жүрмін деген аты ғана. Ойым шартарапқа шашырап, не істеп жүргенімді білмедім. Мұндай жағдайды ешкімге де айта алмайды екенсің, ақылдасу үшін. Терең ойлана да алмадым. Бір сәт миым істен шыққандай болды. Ажырасқанда тағы да екі баланың жағдайын ойладым. Жадыра, келіспесең осы тап қазір кетемін деген сыңай танытты. Кеткенде қайда барады? Өзі жүкті, қалай күн көреді? Раянам да оған үйреніп қалды. Бәлкім менің кеткенім дұрыс болар. Солай ойладым да, кешке үйге барып, чемоданға киімдерімді сала бастадым. Дастархан жайып қойып, күтіп отырған Жадырадан үнсіз. Мен кетіп барамын. Әзірге Раянаны сен қарай тұр. Баспана тауып алсам, қызымды алып кетемін, дедім. Өзің білерсің дегендей ишара танытқан Жадыра маған бір ауыз кетпеші деп айтқанда жоқ. Көңілі менен әбден суыған ба, әлде мені балам ешқашан қабылдай алмайтынына сенімді болды ма, жолыма көлденең тұрмады. Тіпті шығарып салу үшін орнынан да қозғалмады. Сыртқы есікті жауып бара жатқанымда оның терең күрсінісі ғана құлағымда қалып қойды. Көлігімен қала сыртындағы трассаға түстім. Жылдамдықты үдеттім. Көзіме ештеңе көрінер емес. Барар бағытымда белгісіз. Өз-өзімнен күбірлеп отырмын. Кешірдім. Сен алғашқы рет опасыздық жасағаныңды білгенімде, ішімдегі бар ашуымды, бар ренішімді жұтып кешірдім. Өйткені сені сүйдім. Сенің сыбдырыңа оранған әрбір таңды сүйдім. Сенің даусымен өңделген мына өмірді сүйдім. Сенсіз жалғыз қалу маған қасіреттей көрінген еді. Мен бәріне көз жұмдым. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тияқ жоқ дедім. Бәрі өтеді, бәрі ұмытылады дедім. Бірақ тағдыр мені маза еткендей, кешірімнің соңына тағы бір ауыр жүкті артып берді. Сенің құрсағыңдағы бала, ол менің қаным емес. Осыны естігенде жүрегіме қаланған төзім тас-талқан болып жарылды. Бұрынғы сатқындығың жай ғана жара болса, бұл сол жараның үстіне себілген у секілді болды. Мен бұл баланы алдырғым келмейді дедің. Осы сөзді айтқаныңда бәрі бітті. Бұл енді мен күресетін шайқас емес еді. Бұл менің сүйегіме өтіп, бірге өмір сүретін кетпес жара демес еді. Басқа біреудің сәбиін өз баламдай бауырыма басып, күліп қарау мүмкін емес. Бөтен еркектен қалған ізге мен өмірімді байлап қоя алмайды екенмін. Мен өз үйімнен безіп барамын. Үйімнің қабырғалары енді менің жылуыммен емес, бөтен еркектің тынысымен демалады. Бұл төрге мен емес, басқа біреу ие. Сен енді басқа біреудің ұрпағын өсіресің, оны бауырыңа басып, махаббатыңды тек соған арнайсың. Кешіре алмадым сен, Жадыра. Бәлкім сенің де айтарың бар шығар. Раянаны қабылдадым. Сен де менің баламды қабылдауың керек дейтін шығарсың. Бірақ мен еркекпін, ал сен әйелсің. Мен сенің түріктен тапқан балаңды қабылдай алмайды екенмін. Жадыра, кешіріп едім. Сені кешіріп едім. Сенің опасыздығыңды, бөтен еркектің құшағынан жылу іздегеніңді бәрін кешіріп едім. Раянаны бауырыңа басқаның үшін жүрегім қан жыласа да, бәрін ұмытуға тырыстым. Бәрі өтеді дедім. Қайта бастаймыз дедім. Бірақ
Тағдыр мені одан да ауыр сынаққа дайындап қойыпты. Жан жаққа шашырап кеткен сенімім мен үмітімді қайта жинап, құрастыра бастап едім болашағымыз үшін. Бірақ жүктілігіңді естіп, жан дүнием тағы қирады. Бірақ бұл жол бәрін қайта жинауға шамам жоқ. Сен маған осы жолдан басқа ештеңе қалдырмадың. Маған өкпелеме, менің де жүрегім бар, мен де адаммын. Кешіре алмадым, енді міне қайда бара жатырмын, бағытым белгісіз. Осы сұрақтарға жауап таба алар ма екенмін? Әлде жауаптың өзі мынау сен сияқты менен теріс айналды ма? Мүмкін кінә өзімнен де бар шығар. Мен жеткілікті сенің көңілінен шыға алмадым ба? Жеткілікті сүймедім бе? Жеткілікті уақыт бөлмедім бе? Жоқ, мен бәрін жасадым. Қолымнан келгеннің бәрін жасап едім ғой. Мен сені жақсы көрген едім, Жадыра. Тым қатты жақсы көрдім. Соның кесірінен саған қатты сеніп кетіппін. Сен бәрінен әдемі болып жүрсінші деп, ең сәнді көйлектер алып беретінмін. Жарқырап жүрсінші деп, қарызға батсам да, саусақтарыңды алтын мен бриллиантқа толтырып қойдым. Барам деген жеріңе еш қарсылықсыз жібере беретін едім. Алғым келген нәрсені қалайда алып беретінмін. Бізде бәрі жақсы еді, Жадыра. Тек ортамызда перзент қана болмады. Қалғаның бәрі бізде болды ғой. Перзентіміздің де орнын жалғас толтырып, толыққанды бақытты отбасы болып өмір сүріп жатыр едік қой, Жадыра. Саған не жетпеді? Неге мұндай қадамға бардың? Неге? Әлде мен сені тым қатты еркелетіп жібердім бе? Мен саған қатты сенген едім. Енді сол сенімнің күлін құшақтап, жалғыз өзім бұлыңғыр болашаққа кетіп бара жатырмын. Енді қайда барамын? Өмірімді қайтадан қалай құрамын? Жалғыздық қорқынышты. Бірақ сенің қасыңда жатып, өзімді алданған, жек көрінішті қор сезінгеннен гөрі осы шешімім дұрыс. Мен кетіп барамын, Жадыра. Сенің алдамшы мейіріміңді, жасанды күлкіңді, суық құшағыңды өзіңе тастап кетіп барамын. Алда не күтіп тұр білмеймін. Бәлкім түпсіз қараңғылық, бәлкім жаңа өмір. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Мен сені ешқашан кешіре алмаймын. Және ешқашан қайтып оралмаймын деп ешкімге емес, өзіме сөйлеп отырғанымды кейіннен байқадым. Осылайша артта қалған өмірімді ой елегінен өткізіп, Жадырамен іштей қоштастым. Мен көрші қалаға барып пәтер жалдадым. Жұмысынан бір аптаға сұрандым. 2 бөтелкені алдым да тоқтаусыз ішіп жаттым. Таусылса дүкенге түсіп тағы да араға келіп ішемін. 4-5 күнім солай өтті. Телефоныма мүлдем қарамадым. Сөндіріп тастадым. 5-ші күні жуынып шайынып телефонымды қостым. Хабарласқан адамдар көп. Жадыра да хабарласыпты бірнеше рет. Жауап болмаған соң WhatsAppқа былай жазып жіберіпті. Кешір мені. Мен бұл сөзді қанша рет қайталасам да, сен оны қабылдамайсың. Өйткені кешірім мені ақтамайды. Өйткені менің кешірім сұрауға да құқым жоқ. Сен маған жүрегіңді арнадың. Сен маған сендің. Ал мен сол сенімді аяқ асты еттім. Басқа біреудің бір сәттік жылуына алданып, өзімнің жалғыз махаббатынан айырылғанымды енді ғана түсініп тұрмын. Сенің кетіп бара жатқаныңды көру мен үшін жанымды қиғанмен тең болды. Сенсіз өмірімді қалай елестетемін? Кеше ғана сенің жаныңды ұйықтап, таңертең сенің даусыңмен оянған едім. Енді бұл үнсіз бөлмелерде тек менің өкінішім ғана жаңғырады. Мен сенің махаббатыңа тым қатты есіріп кеткен шығармын. Мені көзсіз сүйеді, маған не істесем де жарасады деп ойладым бекен. Неге басқа біреудің құшағынан қызық іздегенімді өзімде түсінбеймін. Бірақ мынаны анық білемін. Сенсіз менің өмірімде жылуда, жарықта жоқ екен. Осы сөзді қайталай беремін. Сен бәрібір қайтып келмейсің. Бәрібір мені құшақтап, бәрі жақсы болады демейсің. Қолымнан ұстап, тағы да бірге армандаймыз деп айтпайсың. 10 жыл, біз 10 жыл бірге болдық. Сол 10 жылда мен сенің көзіңдегі әр өзгерісті жаттап алған едім. Сен қуансаң, менімен бірге аспан ашылатын. Сен мұңайсаң, менің жанымда қара түнекке айналатын. 10 жыл бойы бір ғана арманымыз болды. Бала, сен әке болғың келді, мен ана болғым келді. Бірақ тағдыр бізді мазақ еткендей, бұл бақыт бізге бұйырмады. Мен қанша рет дәрігерге бардым, қанша ем алдым, үміттендік, қайта-қайта үміттендік. Бірақ әр ай сайын ол үміт күлге айналып, жүрегімізді тағы жаралай берді. Сосын мен әлсіздік таныттым. Өзімде білмеймін қалай болғанын. Сол бір түнде мен өзімді жоғалтып алдым. Бір сәттік әлсіздік, бір сәттік ессіздік. Ал енді менің ішімдегі өмір бір жарып жатыр. Бірақ бұл сен күткен, сен армандаған, сен сүйген балам емес. Мен мұны естігенде жүрегінің тоқтап қалғанын көрдім. Бетіңдегі әр бұлшық ет қозғалсыз қатып қалды. Өмір бойы бірге қартаясы келген адамның сатқындығын естігенде қандай сезімде болатынын көз алдыма елестетудің өзі қорқынышты.
бірақ мен оны өз көзіммен көрдім. Сен үнсіз отырдың. Көзіңнен бірде-бір тамшы шығармай, үнсіз жылағаныңды сездім. Баланы алдыр дедің. Сенің үніңде дүрлі болмады, сенің үніңде үкім болды. Бірақ мен бұған көнбедім. Бұл күнәдан туған бала болса да, менің жанымда бүршік атқан жалғыз үміт. Сенің мені кешірмейтінін білсем де, мен бұл баланы өлімге қия алмадым. Менен не істеймін? Кешірім сұрасам да, сен кешірмейсің. Менің таңдауым мені жалғыз қалдырды. Мен кінәлімін, бірақ енді бәрін қайтару мүмкін емес. Кешір мені. Кешірмесең де мен сені бәрібір күтемін, күте беремін. Ал Раяна жайлы уайымдама. Өз қызымдай бағып қағамын. Біз бір-бірімізге бауыр басып қалдық. Ол менің қызым. Мен оны енді ешкімге бермеймін деп жазып жіберіпті. Жадыраның телефон нөмірін қара тізімге енгіздім де, тағы да бөтелкеге қол создым. Пәтердің күндік төлемақысын төлей алмайтын болғандықтан, ертеңіне ол жерден шықтым да ауылға қарай тартып отырдым. Мен ауылға барып ешкімге ештеңе сездіргім келмеді. Бірақ көңіл күйімді қабағымнан ақ сезіп қоятын анашым оңашада жөн сұрады. Жасырғым келмеді, жағдайды айтқым келмеді. Бірақ анаммен ақылдаспасам, жарылып кететіндей болдым. Күрсіне отырып, барлық жағдайды ашық айтып бердім. Қайта-қайта басын шайқап, жазған балам-ай, жазған балам дей бергеннен басқа ештеңе дей алмады. Өзің білесің, бұл жағдайды қалай шешуді дегендей ниет танытты. Былай тартса арба сынады, былай тартса өгіз өледі. Ауылда аптаға жуық жаттым. Үйде інім мен келінім бар. Олардың бала-шағасы өріс-тіршіліктері бар. Жалғыз өзім келіп алып үйде бірнеше күн жатып алғаныма өзім де ыңғайсыздана бастадым. Ініме де, тыныштық па? Бала-шағаң неге келмейсің? Жеңге екеуің аралың не болып жатыр? Қызыңды қабылдағысы келмей жүрме? Жұмысың не болып жатыр? Деп сырт суыртпақтап тергей бастағанда ол жақтан да кеттім. Анамнан азын-аулақ ақша алып жұмысыма оралдым. Бірақ мені жұмыстан шығарып жіберіпті. Өткенде пәтерде ішіп жатқанда бастыққа телефон соғып, артық әңгімелер айтып қойыппын. Бір тиынсыз жұмыстан қуып шыққандай болды. Ақталмадым. Жағдай айтып түсіндірген де жоқпын. Пәтер жалдауға ақшам жетпейді. Ескі жатақхананың бір бөлмесін жалға алдым. Өз көлігіммен таксист болып жұмыс істеуге кірістім. Уақыт өтіп жатты. Бөлмеде бос жатқанда ауыр ойлармен өзімді жеп қоятын едім. Сондықтан да таң атысы мен қараңғы түннің ортасына дейін жұмыс істедім. Жақсы табыс тауып жаттым. Бірде анам телефоныма Раянаның суретін жіберді. Ана мен Жадыра екеуі сөйлесіп тұрады екен. Жадыра оған балалардың фотосы мен видеоларын жіберіп отырады екен. Мектептегі, балабақшадағы мерекелік іс-шараларын, бірге қыдырғандарын, кешке тамақтанып отырғандарын, оларға ертегі айтып бергенін, аулаға шығарып ойнатқандарын, күнде үзбей жіберіп тұруды әдетке айналдырыпты. Анам маған жіберіп отырды. Балаларымды көріп көзіме жас келетін. Ананың шотына күнделікті тауып жүрген ақшамды аударып тұрдым. Анам келініне аударады. Жадыра балаларға киім-кешек, тамақ алғандарын есеп бергендей видеоға түсіріп жібереді. Жалғасқа папаң іссапарға кетті, жақында келеді. Сендерге осыларды әперсін деп міне ақша жіберді деп айтады екен. Жалғастың папа сен жүрген жерде телефон ұстамайтын мама маған айтты. Қашан келесің? Саған сыйлық дайындап қойдық. Раяна садикте сурет салды. Мен де әке туралы өлең жаттап алдым. Саған караокемен айтып беремін деп телефонға өзін түсіріпті. Мен бұл видеоны әжеме жіберемін. Әжем айтты ғой, саған барғанда көрсетеді екен деген Жалғас телефонына үйдегі тіршілікті жиі түсіріп, анама жіберіп отырады екен. Анам әлбетте маған жібереді. Мен түнде ұйықтар алдында ол видеоларды қайта-қайта көріп, көңілім босап, түн ұзақ төңбекші жатамын. Бірде Раянаның ойыншықтарымен ойнап жүргенін, өзің сауық оқып отырғанын, ас үйде Жадыраның тамақ пісіріп тұрғанын видеоға түсіріп жіберіпті. Жадыраны көргенімде тұла бойым мұз қарып өткендей болды. Елжіре отырған көңілім бірден жиырылып, тағы да тасқа айналды. Жадыраның қарны шермеп шығып қалыпты. Бұл көріністі көріп, телефонды терезеден лақтырып жібергім келіп, әрең дегенде сабама түстім. Қашанғы күйігіме күйіп жалғыз жүремін. Жадырамен заңды түрде ажырасқан соң, мен көрші тұратын жесір келіншекпен көңіл жарастырдым. Ол менің бөлмеме көшіп кіріп алды. Оны сүйіп қалдым демесем де, жұлдызымыз жарасқан сияқты болды. Ортамызда от сезімі жоқ. Бір-біріміздің жағдайымызды түсінеміз әйтеуір. Мен оған ешқандай уәде бермедім. Ол да ештеңе талап етпеді. Алдымен бірге тұрып көрейік. Мінезіміз үйлесіп, тіршілігіміз жарасып жатса, некеге тұрармыз. Мен де сені жөнді білмеймін. Бір-бірімізді жақсырақ тану үшін бірге тұрып көрген дұрыс болар деп айтты ол келіншекте.
Мен енді жалғыз емеспін деп ойласам да, жалғыздық сезімнен еш арыла алмай-ақ қойдым. Ішкі әлеміме әлдене жетпейтіндей қаңырап жұтап, азынап тұратын үнемі. Екеуміз де қанша тырыссақ та, ортамызда суық бір жел уілдейтінде тұратын. Раяна қызымды алдыруды жоспарладым. Ойымды айтып едім, ол қарсы болды. Менің өзімнің қызымды ауылда анам қарап отыр. Өз перзентімді ауылға жіберіп қойып, енді сенің қызың бағуым керек пе? Дегендей болды. Дәл солай айтпаса да, сөздің түкпірін түсінетін адаммын ғой. Күндер өте ол да мен де бір-бірімізді түсіністік. Ешқандай ың-шыңсыз айырылыстық. Сол арада жадыра да босанды. Бірақ ол өмірге мүмкіндігі шектеулі баланы әкелді. Жағдайдың бәрін анамнан естіп отырамын. Перзентханаға да барыпты. Құйттай ғана баласын алдына алып, жылап отырған жадыраны суретке түсіріп алыпты. Бұл суретті көріп, менің әлемім төңкерілді. Әп сәтте жаңа адамға айналып шыға келдім. Намыс, өкпе, анау-мынаудың бәрі күлге айналып, жадыраның алдына құстай ұшып бардым. Жадыра тек жылай берді. Мен оны құшақтап, жылама, баланы емдетеміз деп қоямын. Ол тек өксіп, жылай берді. Перзентханадан шығарып үйге келген соң, біздің жаңа өміріміз басталды. Сағынып қалған құлыншақтарым құшақтап, мауқымды басқанмен, жадыраның халі мені уайымға салып қойды. Мен кетіп қалсам, бұлардың күйі не болады? Кейінгі күнді ойламадым. Мен де дәл сол сәтте оларға керек едім. Әсіресе жадыраға керек едім. Ол мүлдем өзгеріп кетті. Босанғаннан кейінгі күйзеліс пе, әлде мүмкіндігі шектеулі баласының халінен бе, адам танымастай өзгеріп бара жатты күннен күнге. Бұрынғы бәріне үлгеретін пысық жадыра жоқ. Бөпесін қолынан тастамай, ертелі-кеште еңірей береді. Ешкіммен сөйлеспейді, ештеңе істемейді. Анамды шақырдым. Өзі шолтаңдап әрең жүрсе де, үйде тамақ пісіріп, екі балаға қарап жүр. Нәрестені шомылдырып береді. Артынша көз жасын сығып алады. Бірде жұмыстан ертерек келдім. Анам екі баланы аулада ойнатып жүр екен. Ішке кірсем, жадыра диванда жынды адамша теңселіп отыр екен. Мені көре сала, алдыма жетіп келді де, тесіле қарап, жағамнан алды. Көз қарасы өңменнен өтіп кердердей, көздер сондай суық әрі өткір. Сен кінәлісің бәріне. Сенің налаң мені осы жағдайға түсірді. Сенің налаң, сенің қарғысың менің ұлымды мүгедек етті. Сен менің осындай бақытсыз күйімді көргің келді ғой, ә? Міне көріп ал, мен ең бақытсыз анамын. Налаңмен бірге құрып кет. Еркектің наласы жаман болады дейді. Мені түсіне салсаң ештеңе кетпейтін еді ғой. Не болды енді? Бір баланың обалы саған. Сен бізді осындай күйге душар еттің. Жоғал, кет үйден. Мен сені көргім келмейді. Өтірік маған жаның ашқансып жүрсің бе? Керек емес маған өтірік күлгірсігенің. Табалап жаның кіріп жүрген шығар. Жоғал дедім саған. Сені көргім келмейді. Кет үйден, деп шыңғыра бастады. Мұндайды күтпеп едім. Оның айтқан сөздері мүлдем ойымда да болмапты. Мен бар жоғы әйелі көзіне шөп салған, алданған күйеумін. Басқа ештеңе емес. Нала, қарғыс деп не айтып кетті? Қолына не түссе, соны маған лақтырып, жанұшыра айқайлап, жылаған жадыран мен тасқып құшақтап алдым. Ары бұлқынып, бері бұлқынып, тамақ қарлыққанша айқайлаған ол сәлден соң басылды да. Кешірші мені, кешірші. Не істеуім керек? Айтшы, сен емес, өмірдің өзі жазалады мені. Менің күнәлі тірлігімнің жемісі ғой бұл. Өмір бойы істеген күнәмнің жемісін кеміріп өтемін енді. Не істеймін? Айтшы, не істейін? Баламның не жазығы бар еді? Айтшы, ол емес қой. Мен ғой күнәһар. Жазасын өзім ғана өтеуім керек еді. Өзімнің ғана қара басыма көріну керек еді. Күнәмнің қайтарымы. Мен шыдай алар емеспін. Балам, періштем менің. Періштем, кешірші мені. Менің күнәмнің азабын сен тартқанша, неге өзімнің екі қолым мен аяғым сынып, мәңгіге мүгедек атанбадым екен? Балам менің, бейбарысым, кешірші, деген ол ұзақ сөйледі. Мен оны құшақтаған күйі үнсіз отырдым. Айтар сөзін тауысқан соң, жаным жылама, мен ешқайда кетпеймін. Мен 3 балама керекпін. Бұл баламызды емдетеміз бірге. Ауруды берген Алла шипасын да береді. Мен сенің қасыңдамын. Біз біргеміз, біз жеңеміз. Тек сен жыламашы күнім, дедім. Менен жылы сөз есткен жадыра одан сайын еңіреді. Уақыт өтіп жатты. Жадыра аздап болса да еш жинайын деді. Екеуміз қайта заңды некеге тұрдық. Мен жұмысымды істеу жүрмін. Жадыра үйде бала-шағаны қарап отырады. Арасында кішкентай нәресте бейбарысты ауруханаға апарып, оның емінен үміт үзбей күндеріміз өте берді. Нәресте бейбарысқа мен шын мейір қойдым. Жұмыстан келе салысымен оны қолымнан тастамай, жақсы жылы сөздерімді айтып отыратын болдым. Ешкімге естіртпей, іштей періштеден кешірімде сұрап алатынмын. Жаратқан-ау, не жазды бұл сәби?
не кінәсі бар еді? Үлкендердің қателігі үшін періште сәби неге жауап беру керек? Бұл бала менің қаным емес, бірақ жүрегіме неге сонша жақын? Мен сен үшін келдім балам, сенің еш кінәң жоқ. Сенің жарық дүниеге осылай келуің менің тас жүрегімнің, менің өкпе назымның кесірінен болса, жазықтымын, кешірім сұраймын. Мен анаңды кешіре алмаймын деп ойлап едім. Сенімімді таптаған әйелдің жүзін көрудің өзі маған ауыр тиді. Жаным күйіп, жүрегім өртеніп кетті. Сонда ғана адам бойында ең ауыр сезім сатқындық екенін түсіндім. Ашумен, ызамен есікті тарс жауып кетіп қалдым. Бар жоғы сол ғана. Мен жамандық тілемедім, қарғамадым. Налам тиіп кетсе, онда мен жазықтымын. Менің қанымнан жаралмасаң да, менің жүрегімсің. Мен сенен бас тарта алмаймын. Менен кетпеймін, балам. Сенің өміріңдегі әрбір күрес менің күресім. Егер менің налам сенің тағдырыңа қараңғылық орнатса, енді мейірімім мен қамқорым жарығым болсын. Мен сені емдеп қатарыңа қосамын. Сен ешкімнен кем болмайсың құлыным дейтінмін іштей. Қолдары ербеңдеп жататын, ол мұндай кезде тыныштала қалып, үлкен адамдарша маған басын бұрып қарайтын еді. Көздері бәрін түсінетін, бәрін білетін, өмірдің мәнін ұғатын, айтары көп, бірақ тілі жоқ шарасыз халдегі ересек адамдай ойлы болатын. Жүрегім сыздап ауыратын. Бұл өмір біз күтпеген тосын сыйларға толы екен ғой. Бірде жадыра өзінің мазасы болмай жүргенін айтты. Оны емханаға бардым. Тексерілсе жүкті екен. Сол кездегі қуанышымды енді айтып жеткізе алмаспын. Жадыраны көтеріп алып шыр көбелек айнала беріппін. Ащысы мен тұщысы қатар жүретін өмір-ай. Жадыра мен сияқты қатты қуана алмады. Эмоциясын жасырды ма, әлде өзі босанған бірінші перзентінен кейін қорқақтады ма, аса бір қуаныш табын байқамадым оның түрінен. Сол күні кішкентай бейбарыс түні бойы жылап шықты. Таңға жуық жедел жәрдем шақырдық. Ауруханаға жеткеніне 1 сағат болмай, дәрігер харал хабар жеткізді. Періште бейбарысымыздың тым қысқа ғұмыры үзіліпті. Жадыра есінен танып, тұрған жеріне сылқ түсіп, ауруханаға еденіне құлады. Мен өкіріп жыладым. Неге сонша жаным қиналады менің? Жанымнан да артық болып үлгеріп едің ғой періштем. Сен үшін барын жасауға, мүмкін емес нәрсені болдыруға да дайын едім ғой балам. Құлыным, қарашығым, күнімді бескей алмай, енді қайта өмір сүрмекпін балам. Жаратқаным неге, не үшін? Бұл өмірдің бар қуанышын, бар тәттісін сезінбей жатып, періштемді неге алып кеттің? Ол күнәсіз еді ғой, ол бейкүнә еді ғой, ол ерекше орын алып еді ғой менің өмірімде. Мен оған дұрыс әке бола алмадым ба? Қорғай алмадым ба құлымды? Әлде тағдыр ма? Тағдыр ма бұлай қалағаны? Мен сені ұмытпаймын балам. Мен сені жүрегімнің түбінде сақтаймын. Мен сенің ыстық маңдайыңды еске алмаймын ба? Мен енді жаным көзіңді ашшы деп жалынсам да, оянбайсың ба? Жаратқан-ау, бұл қандай сынақ? Мен не жаздым? Қай қателігім үшін? Құлыным, мен сен үшін тірліктің бар ауыртпалығына да төзуге даяр едім ғой. Мен сен үшін бәріне көнер едім ғой. Кімге барып баламды қайтарыңдар деп жалынайын? Құдайым-ау, менің кішкентай періштемнің не жазығы бар еді? Ол өмір сүріп те үлгермеді ғой. Өзінің бар болмысымен біздің отбасымызға шуақ болып еніп еді ғой менің періштем. Сенің өмірге келгендегі миссияң тек анаң екеумізді табыстыру үшін ғана болғаны ма? Неге, не үшін? Сен өмір сүруің керек еді. Мен сен үшін барын жасаймын деп уәде берген едім ғой. Міне, біраз ақша жинап қойдым. Анам екеуіңіз сені шетелге апарып емдетеміз деп жүрген едік. Неге асықтың сонша? Неге? Жаным балам, жаным жәннатта болсын. Деген мен кішкентай ғана төмпешікке айналған бейбарысының қабірінің басына күн құрғатпай бара беретін едім. Мен расында да бұл балаға ерекше бауыр басқан едім. Шын жүрегімен жақсы көріп үлгеріп едім. Әттең-ай, Жадыра екеуміздің күңіреніп, ести алмай жүргенімізге анам да қиналып жүрді. Бірде ол бізді жұбатқысы келді ме, әлде расында да солай ма, әйелім екеумізді отырғызып қойды да, бейбарыс өлген жоқ. Оның рухы ертең күні дүниеге келетін балаға қонады. Өйткені Жадыраның жүкті екенін білген күні ол тынбай жылады, ертеңіне үзілді. Бейбарыс сендерді ойлады, сендерді қинағысы келмеді. Періште ғой, бәрін біліп кетті. Ол дені сау болып, дүние есігін ашқысы келді. Естеріңді жиыңдар, оның рухын жіберіңдер. Ертең күні дүниеге келетін перзентті ойлаңдар. Дені сау болып келсін десеңдер, мықты болыңдар деді. Расында да анамның сөзінде жан бар екен. Біз аздап тіктеле бастадық.
Айы күні жетіп жадыра балпанақтай сүйкімді ұлды дүниеге алып келді. Біз қанша қарсы болсақ та, жадыра оны бейбарыс деп атағысы келді. Есімін солай қойды. Алғаш рет ұлымды қолыма алып, көзіне қарап едім. Денем дір ете қалды. Бір апталық нәресте болса да, көзін бақырайта ашып, ол да маған қарады. Бұл көзқарастан көп нәрсені ұқтым. Шетінеп кеткен бейбарысының көздерінен аумай қалған. Бірден айтқысы келеді, көздері ойлы. Анам айтқан сөздері есіме түсіп, баламды құшырлана иіскеп, мен сенімен қауыштым, қош келдің, дедім күбірлеп. Мінеки құрметті тыңдарман, басымнан өткен осы жағдайдан кейін арадан біраз уақытта өтіп кетіпті. Жадыра бейбарыстан кейін тағы бір қыз босанды. Ал қазір біз көп балалы отбасымыз. Жалғас пен Раяна мектепте оқып жүр. Бейбарыс пен кенжеміз Айша балабақшада. Ел қатарлы тіршілігіміз жүріп жатыр. Сырт көзге еш ерекшелігі жоқ, қоңыр күн кешкен көп отбасылардың біріміз. Ал басымыздан өткен жағдай кім-кімді болса да бей-жай қалдырмасы анық. Сіздермен бөлісіп, жай ғана шерімді таратқым келді. Әңгіменің соңы. Авторы Бибі Мерген. Әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, пікір жазып қолдап отырған баршаңызға алғыс айтамыз.